Өзімнің үйімде сіздерге видео түсіруді шештім. Өзімнің үйім болғанда төркінім. Мен туылған жыл соғылған үй. Мен сол үйде дүниеге келген 2003 жылы. Қазір деген кішігірім асхана қылып қойған ол жерге тамақ анау-мынау жасағанға, үйге адам қойшыларға, сол бөлмені бергенге. Мына жерде нан салма деген тамақ жасап жатырмын. Төркінімде жеңгемен бір көмектесейін деп. Осылай қолдап кетіңіздер. Сіздер үшін бәрін видеоны түсіріп, әдемі қылып түсіріп салуға тырысып жатырмын енді. Барымша. Білмеймін, телефон камерасы қисайып қалып жатыр ма, бірақ нормальный шығып жатыр. Қолдап кетіңіздер. Қазақша трендті дамытайық. Қолдауларыңыз күтемін. Дәл осылай. Нан салманы жасадық. Жеңгем қамыр иледі. Мен сол қамыр илеген түсіріп отырдым. Оны мен жайдым. Жеңгем иледі. Жеңгем кейін нафулин торт істеуге кірісіп кетті. Бұны мен істедім. Мама қолдан томат жапқан. Мына прифрованты өлтіріп сақ қойыпты енді. Қыссаң болды, бәр нәрсе шыға береді ішінен. Күшті. Ал осынысымен қызық қой, неше түрлі заттарға, неше түрлі нәрселерді сақ қоясың. Ойбай керек болады деп. Мына жерде лавровый салып жатырмын. Енді қайнағанша, бір қайнап шыққаннан кейін өшіреміз. Еті піскеннен кейін. Қайырлы кеш, құрметті оқырмандарым. Қалайсыздар? Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен. Бізде енді осындай, ауылда осындай жер бар дегендей, нан салма тамағын жасап жатырмыз. Сол үшін до конца көріп, подписать етіп, лайк басып, тік кетіңіздер. Арасында осылай сөйлегенім де бар екен. Қалай бұлай десең да. Бір нәрсе шатыс-матыс болып кетті ма? Ничего. Осыны болып тұрады. Ханның қызында да. 2 жұмыртқа салып, 2 сұлға қамыр иледік. Пачақ-мачағын шығарып өзім жайдым. Қамыр жай алмайтын негізі бәрін тұрмысқа шығып үйрендім. 2 әпкем болғаннан кейін, ең кіші қызы болғаннан кейін ерке болдым. Ол екеуі тұрмысқа шығам дегенше жеңгем түсті. Одан кейін вообще ерке болдым. Үйдің тірлігіне жоқ едім. Күйеуге тидім енді. Пешенеде бар екен, бәр нәрсені жасадым. Қазір деген бәрін істеп, ананы істе десе істеп кете беретін адам болғанбыз. Үйреніп кеттік. Жаңа жылдарыңызбен өтіп кеткен. Көбінесе енді мал түсіре бермеймін. Үйдің тірліктерінде түсіремін. Мына жерде қамыр сағанымды бәрін түсіру естен шығып кетіпті негізі.